Ассалаумағалейкум бауырым, бірінші жаттығуына қош келдің. Бұл бірінші күннің жаттығуы саған міндетті түрде ұнайды деген үміттемін. Себебі бұл күні біз бәріне ұнайтын бұлшықеттер, грудак және трицепстік жаттықтыратын боламыз. Бұл жаттығуды спорт площадкаға барып жасағаныңыз дұрыс болады. Негізінен керекті заттар ол сізге кәдімгі жер, отжимание жасауға. Екінші, ол брусья және де лестница, яғни міне турниктің қасында болатын мінекей осындай лестница. Жаттығуды менің артымнан қайталап отырып жасайтын боласың, яғни мен не жасаймын, тура солай жаса, уақыт барлығы сол жерде жазылып тұрады. Ең бастысы менің артымнан қайталайтын болсаң болды. Бауырым, уақытты босқа кетірмейік, жаттығуды бастайық. Ондай болса,
Сонымен сен жаттығудың бірінші бөлігін аяқтадың. Ал енді 5 минут демаласың, секундомер қосып қойды ұмытпа. Демалып болғаннан соң келесі жаттығуға көшетін боламыз. Дәл қазір видеоны стопқа қойып қойсаң да болады. Ары қарай демалып болғаннан соң қосасың. Сонымен турник Брусияның жанында тұрсын деп ойлаймын. Ондай болса бауырым, ары қарай барлығын видеоны қарайсың, жаттығуды жалғастырасыңдай болса екен.
жаттығуды аяқтадым. Мен саған өте қуаныштымын, саған ұнады деген ойдамын. Себебі максималды түрде курдак пен трицепсті өлтірдік, және де келесі аптадағы жаттығуға дайындадық. Сондай болса, бауырым, енді 2 күн, яғни бүгінгі күн және де ертеңгі 1 күн демаласың. Содан соң среда күні қайта жаттығуға ораласың. Сол среда күні жаттығуға оралған кезде сенің бұлшықеттерің максималды түрде демалған болу қажет. Бір сөзбен айтқанда, среда күніне дейін ешқандай нагрузка түсіретін, яғни денеге күш түсіретін жаттығулар және де қимылдар жасама. Ондай болса, бауырым, осымен бірінші күннің жаттығуы аяқталды, сәтті өткіздің. Ондай болса, бауырым, сау бол.